Су болмай қалатындай жағдай болса өте қиын, үрей өте жаман. 2024 жылы бізде мақта алқабы 2023 жылмен салыстырған кезде 3,5 гектар жерге қысқарттық. Обязательно қыста бір сор шайу жұмыстары болмаса, біз көктемде дақыл еге алмаймыз. Мақсат қойылды, мынау суға шыдамлы сорт шығару. 3,5 көп бір жылдық кететін мақтаға сондай. Соғыстан алдыңғы мақтамыздың өзі де сақталып тұр біздің музейімізде. Мақтаарал ақ алтынның ордасы. Ауданда 61 мың гектар егістік алқап болса, биыл 35 мың гектарына мақта егу жоспарланған. Дегенмен соңғы жылдары су тапшылығының әсері мұнда да сезіліп, мақта алқаптарын қысқартуға әкеліп отыр. 2024 жылы мақта алқабының аумағы 2023 жылмен салыстырғанда 3,5 мың гектарға қысқарған. Бұл жағдай жергілікті диқандарды да алаңдатады. Біз қазір 2024 жылғы Мақтаарал ауданының озат мақта өндірушісі Бердімұрат Шоғайдың үйіне келдік. Тәжірибелі диқаннан мол өнім алудың қыр-сырын сұраймыз. Озат мақта өсіруші Бердімұрат Шоғайдың ата-бабасы 1928 жылы Мақтаарал өңіріне көшіп келіп, мақта өсіре бастаған. Міне Бердімұрат мырза содан бері байырғы кәсіпті жалғап келе жатыр. Былтыр өңірдің үздік мақта өндірушісі атанды. Ес білгелі ақ алтынға аунап өстім деген диқанды соңғы жылдары су тапшылығы мазалайды. Су болмай қалса мақтаң болмайды. Шанағының көсегінің бәрін салып тұрған несін тастап жібереді оражайын. Сосын біздерге енді су болмай қалатындай жағдай болса өте қиын. Біздер оны айтып сіздерге оны жүрекпен жеткізе алмаймын ау, өте қиын, үрей өте жаман оның. Сондықтан енді ол су тапшылығы болмасын деп Құдайдан тілейміз біздер. Су әрқашан бар болса екен деп не аламыз. Судан тапшылық болмаса, Алла нәсіп етсе, Құдай қаласа ары қарай бұл келешекте жалғасып кете береді. Диқанның айтуынша, су тапшылығын болдырмас үшін мақта алқабын қысқарту шешім емес. Осы орайда атқарушы билік суды үнемдеу үшін тамшылатып суару тәсіліне өтуді ұсынады. Бірақ бұл тәсіл сайда орналасқан Өргебас сияқты ауылдың жеріне жарамайды. Өте сай жерлерде тұз тез жиналады. Тамшылатып суарғаннан кейін тұз тез жиналып қалады. Біздер сорын шайып отырмасақ, ол жер қара сорға айналып кетеді. Бірақ қыр жерлерге жақсы болады деген себебім, қыр жердегілерде тұз онша жиналып бермейді, сайға қарай айтып кетеді тұздың бәрін. Сол сай жерлерге енді тамшылатып суару енді қолайсыздау деп ойлаймын да өзім. Сосын өзім жерім сай болғаннан кейін мен көңілім онша неғып отқан жоқ. Соған шауып, осындай істегім келіп отқан жоқ. Сосын 3-4 гектарлық жерлер ол еш уақытта не ала алмайды, тамшылатып суара алмайды. Менің өзіме тиесілі 33 гектар жерім бар. Енді 33 гектарға да маған тамшылатып суаруға жаңағыдай жағдай жоқ. Ол үшін мен бірігуім керек, көбеюіміз керек, бірігіп сонда тамшылатып суаруымыз мүмкін. Былтыр Мақтаарал ауданында 500 гектар жерге тамшылатып суару технологиясын пайдаланып мақта егілген. Биыл мұны 3-4 мың гектарға арттыру жоспарланып отыр. Ал сайда орналасқан жердің мәселесі қалай шешілмек? Сай жерлер, ол дегеніміз жаңағыда су үймелеп тұратын жерлер, біз енді оның мәселесін дренаж арқылы шешетін боламыз. Бізде мысалы 334 дренаж болатын болса, оның қазір таңда 150 ИДЖ-2 жобасымен жүзеге асырылып жатыр. Сол толыққанды іске қосылатын болса, яғни көктем айларында су жер бетіне қарай көтерілген кезде біз сол дренажды қосу арқылы соның астын жер асты суын тартып, жерді былайша айтқанда тезірек келтірудің сондай әрекетін жасайтын боламыз. Бірақ ол жерге де, дөң жерге де, барлық жерге тамшылатып суару технологиясымен егуге мүмкіндік бар. Баязит Әлімқұл да мақта алқабын қысқартуға келіспейтінін айтады. Сөзінше тамшылатып суару тәсіліне көшу арқылы суды да үнемдеп, өнім көлемінде ұлғайтуға болады. Биыл 2024 жылмен салыстырғанда мақта егетін жер ауқымы 1400 гектарға ұлғайған. Қарапайым әдіспен суғаратынға 5-5,5 кубқа су кететін болса гектарына, ол жерде 3 кубқа дейін ғана су кетеді. Былайша айтқанда 1,5 есеге дейін біз судың қажеттілігін қысқартатын боламыз. Бір жылдық маусымға 453 миллион текше метр ағын су көлемі лимит бөлінеді. Енді қысқы сор шаю жұмыстарына біз оның 160-170 миллион құртатын болсақ, қалған бөлігін жазғы маусымға алып қоямыз. Енді бұл жерде жазғы маусымда жаппай мақта дақылына басқаға суғару маусым бір мезетте келуіне байланысты сәл су тапшылығы орын алатын белгілі. Бірақ біз оған сәйкес қазір таңда кейбір каналдардың дайындықтарын қазірден бастап пысықтап, тазалау, механикалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазір мұнда сор шайып жатыр. Сор шаю дегеніміз егістік алқабына су жіберіп, жердің тұзын ағызып жіберу. 1 гектар жерге 4000 текше метр су қажет. Оңтүстік өңір осы жердің біздің жерлердің бәрі сор басқан жер білесіздер. Обязательно қыста бір сор шаю жұмыстары болмаса,
біз көктемде дақыл еге алмаймыз. Оны үйтпесек біз өнім аламаймыз. Жердің соры бетіне көтеріліп кетеді, білесіз, одан кейін өнімдік ол жерде жақсы болмайды. Одан кейін тұқым шығуда ертең проблема болады, өйткені сор қысып қалады тұқымда, шеттерді. Основном енді бізде негізі бейімделген шаруалардың, осы техникамызда бейімделген мақта шаруашылығы. Сол мақта шаруашылығы, сол ішінде бізде основном шілде айынан басталады су. Сол тамыз айының соңғы 10 күнге дейін су, ағын су нормальный кеп тұрса су арып кетеді. 2025 жыл қаңтардың қақ ортасы. Мақтаның отаны Мақтааралда күн жып-жылы, жердің тоңы жібіген. Дихандар сор шаю жұмысына кірісіп кетіпті. Мұнда көктемгі егістікке қыста да дайындық бір тынбайды. Қазақ мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары су жетіспеушілігіне төзімді мақта сортын шығару жолында ізденіп келеді. Дихандар соңғы кезде 2021 жылы шыққан Мақтаарал 50-27 сортын көп егіп жатыр. 2010 жылы шығарылған Мақтаарал 40 сортына да қызығушылық бар. Біздің зона ар жылы су жетпей жатыр да. Су жетпей жатыр. Кейін біздің селекцияда да мақсат қойылды. Мынау суға шыдамлы сорт шығару. И соның ішінде мына бір линия шықты, 50-27. Біз оны мынау шаруаларда да егіп, анау үлкен жерде, 8 жерде 10 гектарда көрдік. Даже мынау сентябрьге дейін бар ғой, сентябрьге дейін анау шанақтары түспеді. Анау өнімді берді, су талапты болмады. Мынау Мақтаарал 50-27, мынау суға шыдамлы, тұзға шыдамлы. Соны біз сатқан кезде шаруаларға айтып жібереміз. Мынау көп тұзлы жерлерде, кейін мынау суда аз болған жерде ол өнімді 30 центнер, 35 центнер беріп жатыр. Егер де жақсы суғарса, жақсы мынау удобрение берсе, өнімі өте 50 центнерге дейін барады. Институт ғалымы Асанбай Тағайып мақта дақылы суды көп қажет етпейтінін айтады. Тек тыңайтқыштарды уақытында берсе, суды аз қажет етеді. Мысалы, көптеген дақылдар бар, 30 мың, 35 мың су, мысалы күріштер, мысалы 30-35 мың гектарына текшемен су алады. Ал мақта жылдық оның мөлшері 3 мың, 3,5 мың куб. Мысалы, ол деген сөз, мысалы жазда, жазық суда 1000 куб болатын болса, қысқы суда 2,5-3 мың. 3 мың, 3,5 куб бір жылдық кететін мақтаға сондай. Көрдіңіз бе қандай? Бұл мақтаның бір жақсы жері, оның мақта уақытында технологиясын, агротехникасын, жаңында суды, тыңайтқыштарды беретін болса, суды бұл аз талап етеді. Мақтааралда мақта музейі бар. Кезінде жиі егіліп, су тапшылығына байланысты егілмей кеткен мақта сорттары да сақталған. 1944 жылы ашылған біздің музей, ол кезінде осы мақтаны қалай өсірді, қалай жетілдірді, сол туралы ашылған ең бірінші музейіміз осы мақта саласы бойынша. Содан бері қазіргі таңға шейін біз келушілерге осы мақта туралы айтып насихаттаймыз. Музейімізде осы мақталар сақтаулы тұр. Мақта өсіру Мақтаарал жұртының байырғы кәсібі, ал су тапшылығы дәстүрлі шаруашылыққа қауіп төндіріп отыр. Су тапшылығы күшейе берсе, дихандар мақта өсіруден бас тартуға мәжбүр боламыз ба деп алаңдайды. Байырғы кәсіптен айырылуды қаламайды. Мақта шаруашылығы музейден ғана көретін тарихи кәсіпке айналмас екен деп уайымдайды.